Бұл сабақта сол бір еңбекке баулу, жалпы дене тәрбиесін ұйымдастыру мәселелеріне тоқталайық. Мынандай бір сұраққа жауап беруге тырысыңызшы. Өзіңіз соңғы рет қашан бір дүниені үйрендіңіз? Сіз бір жаңа бір ақпаратпен қашан таныстыңыз? Қандай ситуацияда және қалай таныстыңыз? Бейнені паузаға қойып, ойланып көрсеңіз де болады. Кепілдікпен айтуға болады, сіз бір тыныштық, бір сабырлы, бір сондай бір жайлы күйде отырған кезде танысқан болуыңыз мүмкін. Бір айғай-шу болып жатқан кезде, стресс болып жатқан кезде, немесе мына сыртқы эмоциялық қысым болып жатқан кезде үйренуіңіз екіталай. Ал бірақ біз баланы еңбекке баулуымызда, немесе балаға бірдеңе үйретуімізде дәл осындай эмоциялық қысым, осындай бір қолайсыз жағдай тудырамыз. Ондай жағдайда баланың миы ешқашан ешқандай ақпаратты қабылдай алмайды, және оның танымы ешқандай біліктілікті, машықты игере алмайды. Кез келген дүние өсу үшін, қалыптасу үшін бірінші кезекте не керек? Белгілі бір деңгейде осы бір тыныштық керек. Осы бір жайлы атмосфераны құралған кезімізде ғана баламыздың еңбекке баулуы өз бетімен, өз ретімен жүре бастайтын болады. Мысалға дейік, баламызға бір дүниені үйреткіміз келеді, ойыншығын жинауын үйреткіміз келеді. Балалармен бірге отырып ойыншық ойнадық па? Сол ойыншық ойын біткен кезде өзіміз тұрып кәдімгі жинауымыз. Бұл әрекетіміз, бұл бала үшін үлгі болуға тырысып жатқан болмысымыз мүмкіндігінше жүйелі болу керек және табанды болу керек. Қашанда сол бір ойыншықта біз жинауымыз мүмкін. Қараңыз, біз 10 рет ойыншықты жинап, 11-шінде ойыншықты жинамайтын болса, бала дәл сол 11-шінде сақтап қалуы мүмкін. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, адам белгілі бір негативті дүниені есте сақтағанға бейім келеді. Енді бір осы дүниені қараңызшы, осы еңбек ұғымында, осы еңбекке қатысты атмосфераны қалай құрамыз деген сұрақта үлкен бір мәселе бар, және сонымен қатар үлкен бір жеңілдік бар. Оны айту үшін мынандай бір мысалдан бастайын. Бірде бір ата-ана баласын бірінші, екінші сыныпта оқитын баласымен келді. Бұл баланың есілдердің бәрі ойын. Мен бұны сабақ оқығанын қалаймын, үйренгенін қалаймын, а бұл отырып мектепте мұғалімдер де айтады, сабақта отырып айнаға қарап, терезеге қарап отырады. Үйге келсе де сол далаға шығып ойнап келуді армандайды дейді. Содан мен ол кісіден сұрадым, сіз ол кісінің балаңыздың еңбектенгенін қалайсыз ба десем, ол кісі айтады, әлбетте соны қалағаннан кейін сіздерге келіп отқан жоқпын ба деп. Енді қараңыз, еңбек дегеніміз не? Немесе осы еңбектің қандай көріністері бар? Еңбек, яғни труд дейтін болсақ, осы бұның біздің жалпы өмірімізде 3 түрлі көрініс бар дейді педагогикада. Соның ең бірінші көрінісі және ең маңызды көрінісі ол ойын. Ата-аналар үшін ойын белгілі бір деңгейде бос уақыт өткізу, бір сенделу, ойын ойнаған тозар деген сияқты әңгімемен ойымызда қалып қалуы мүмкін. Бірақ қараңыз, бала үшін ойын ол барып тұрған еңбек. Мысалы, сіз үшін сіздің жұмысыңыз қандай еңбек болатын болса, сіз үшін қандай маңызды болатын болса, және сіздің былайша айтқан кезде күнкөрісіңіздің себепшісі болатын болса, бала үшін де ойын тура сол еңбектің көрінісі. Бала үшін ойын ол еңбек. Баланың әрбір істеген заты ойын. Негізі андай ойыншықпен ойнаған заты ғана ойын емес, кез келген дүниесі ойын. Енді бір осы ойынның ұйымдастырылуы, яғни ойын арқылы баланы еңбекке баулу үлкен бір мүмкіндік, бағанағы кедергіні ала алатын. Қараңызшы, бала кішкентай кезінде нан илеу болсын, бір ыдыс-аяқты жуу болсын, басқа заттарға өзі әуес болады. Неге? Өйткені ол бағанағы айтқанымыздай, ол үшін бәрі ойын. Ол соған араласа бастаған кезде біз не істейміз? Жоқ, оны тия бастаймыз. Біздің түсінігімізде ол ересектердің жұмысы. Жоқ, болмайды. Ыдыс-аяқты сындырып қояды деп қорқуымыз мүмкін. Менің уақытымды алады, жағаласады деуіміз мүмкін. Бізге сол жерде істеп жатқан тамағымыздың маңыздырақ болуы мүмкін. Біз басымдықты нәтижеге беріп жүреміз. Шын мәнісінде осы жерде біз баламыздың үйренуіне, осы бір процестерге, үрдіске басымдық бере алатын болсақ, яғни баланың ойнауына мүмкіндік беретін болсақ, оның ойынын шектемейтін болсақ, онда шынымен де баланың еңбекке баулуы өз бетімен автоматты түрде жүретін еді. Осы жерде мынандай бір дүниені айтайық. Бірде бір хабарламада біз Монтессори, мысалы, ерте жастағы даму әдістемесі барлық балаға керек емес дедік. Сол кезде біраз ата-ана шулады, қалай ол керек емес, бәріне керек деген сияқты. Шын мәнісінде бүгінде біз мына қалада өмір сүріп жатқаннан кейін, белгілі бір табиғи ортадан алшақ болғаннан кейін, бала өз бетімен табиғи ортада, табиғи еңбекке баулу ортасы жоқ. Монтессори дәл осы затты мүмкіндікті береді. Яғни балаға ыңғайлы ыдыс-аяқты, балаға ыңғайлы заттарды беру арқылы былайша айтқан кезде ересектердің өмірінің имитациясын береді. Сол арқылы бала еңбекке баулиды, оның денесі дамиды, дене қозғалысы, дене тәрбиесі қалыптасады. Ал егер біз үйде баламызға ерік бере алатын болсақ, және баламызда үйде былайша айтқан кезде сол бір заттарға қолжетімділікті қамтамасыз ететін болсақ, онда бізге сол бір Монтессоридің қажеттілігі шамалы. Ойынға қатысты айта кететін бірнеше заттар бар. Ойын деген біздің түсінігіміздегі заттар ғана болуы мүмкін, жалпы ойынның түрлері өте көп. Соның ішінде мынандай бір зат айтқымыз келеді. Егер сіз осы бір 3 критерийді сақтай алсаңыз, онда шынымен балаңыздың бағана еңбекке баулуындағы, жалпы қалыптасуындағы, тек қана дене тәрбиесінде емес, жалпы сонымен қатар ақыл, сұлулық тәрбиесіндегі маңызды қадам жасап жатсыз. Ол қандай 3 критерий? Сіздің балаңыздың ойыны 3 затқа қарау керек. Біріншісі, ол жерде мақсаттың болмауы. Мысалы, қараңызшы, баланың ағашқа шығуы, немесе баланың жағы бір заттарды мыжып көруі, немесе баланың
түрлі заттарды, киімдерді шашып көруі, баланың жаңағы ыдыс аяқтармен ойнауы, ол жерде ешқандай мақсат жоқ, жай ғана процесс басымдықта. Яғни біз баламызға осы бір мақсатсыз әрекетті ұйымдастыра алатын болсақ, бұл нағыз еңбекке баулудың, нағыз баланың дене тәрбиесін қамтамасыз етудің бірегей жолы. Енді ары қарай кеттік, екінші критерий уақыт шектеуінің болмауы. Яғни бала қашан бастайтындығын және қашан аяқтайтындығын өзінің білуі. Біз бұл жерде қорқуымыз мүмкін, уайымдауымыз мүмкін, ересектердің көзілдірігімен баланың өміріне қараймыз да, мысалға мен бұрын бүйтіп ойлайтын, бала бір ойыншықты ашты, ойнады, келесі ойыншыққа көшу үшін мына ойыншығын жинап, келесі ойыншыққа көшу керек деп. Балада олай болмайды, ол баланың қызығушылығы наған туды, осыны ойнап отырып, қызығушылығы наған ауысса, соған ауысып кетеді, телдарға ауысса, телдарға ауысып кете береді. Біз қорқуымыз мүмкін бұдан. Бұл қазір осы сөйтін болса, ертең табансыз болады. Бұл өзінің дегеніне жете алмайтын болады. Мен қазір бұны тоқтатып осы жерден ойыншығын жинатуым керек деген сияқты. Жоқ, жалған. Уақыт қашан қалай басталатындығын бала өзі шешу керек. Сол кезде ғана ол баланың дамуына әсер ететін ойын болатын еді. Үшінші соңғы критерий ол эмоциялық қысымның болмауы. Яғни бала сол бір процесте істеп жатқан әрекетінде оның тарапынан, әке-шешесінің тарапынан ешқандай бір оған нұқсан келтіретін сөздердің айтылмауы, бір мазақтаудың болмауы. Мысалға бір ер бала анасымен бірге нан жайғанды жақсы көруі мүмкін. Бұны әкесі көретін болса, мынау не деген тірлік, бұл қыздардың тірлігі деген өзінің басындағы тарақанын балаға шығара бастайды. Бұл да бір эмоциялық қысым. Немесе баламен бір ойнап жүріп, бала алысып, ұрылып қалып жылайтын болса, ойнап жүріп жылауға болмайды, шашың түсіп қалады, жігіттер жыламайды, мынаны істей алмайсың деген сияқты түрлі сөздер, айтылатын әңгімелер дәл осы эмоциялық қысым. Қайталап айтайық, ойын болу үшін, баланың дамуына, оның еңбекке балуына себепші болу үшін мүмкіндігінше мақсат болмау керек, уақыт шектеу болмау керек және эмоциялық қысым болмау керек. Егер осы үш критерийді сақтай алатын болсаңыз, онда баланың еңбекке балуына, жалпы дене тәрбиесіндегі әрекетті ұйымдастырудың бірегей бір жолын таба аласыз.